және биылғы мектепті бітіруші түлектер. Баршаңызды соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Қызығы мен қиындығы мол кезекті оқу жылы аяқталды. Білім сапарында шәкірттер ұлағатты ұстаздардың арқасында білім нәрімен сусындап, қашықтықтан, офлайн форматта оқытылды. Алайда ұстаздар мен оқушылар арасындағы өзара байланыс, кәсібилігінің арасында оқу жылы ойдағыдай аяқталды. Осындай кезде бізге қолдау болып, балаларға екі жақтан дұрыс тәрбие мен білім алдырта білген ата-аналарға, оқу процесін дұрыс ұйымдастыра білген мектеп орынбасарлары мен ұстаздарға алғысым шексіз. Сонымен қатар, кеше ғана мектеп табалдырығына аттаған 66 ұл-қыздарымызды жүріп уақыт түлек етіп ұядан ұшырғалы тұр. Ұстаздар қауымынан білім алған шәкірттеріміз осында өткізген оқушылық өмірінде ұлағатты істердің ұшқынынан бойына сіңірді. Тәліммен жүрегін суғарды. Біз әр сәт, әр жыл сайын олармен бірге болдық. Бірге уайымдадық және бірге қуанып, бірге мақтандық. 2020-2021 оқу жылын 1505 оқушы аяқтады. 5 түлек алтын белгі үміткері, 2-і қызыл аттестатқа үміткер. Мектебіміздің мұғалімдері оқушыларға қашықтықтан біліп беріп қана қоймай, шығармашылықтарын дамытып, кәсіби өрлеу жолында аудандық, облыстық, республикалық байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанды. Атап айтсам, Ахметова Айгүл Дәуренбековна, облыстық үздік жыл сынып жетекшісі 2020 байқауының бас жүлдегері. Мұратханов Азат Мұратханович, облыстық Жасылан әскери спорттық байқауының 2-ші орын. Алау әскери спорттық ойынның 1-ші орын жүлдегері. Рүстемова Жарқынай Бекзатовна, облыстық педидеялар байқауының сабақ біткен соң номинациясының 2-ші орын жүлдегері. Алясқарова Айгерім Абылаевна, үздік қазақ тілі мұғалімі байқауының бас жүлдегері. Айданова Жанар Әуезовна, жылдың үздік мұғалімі байқауының 3-ші орын жүлдегері. Жақсылықов Талғат Болатханович, үздік дене шынықтыру байқауының бас жүлдегері. Ахметхан Қуаныш Қайратович, әдістемелік шеберхана байқауының 1-ші орын жүлдегері. Рүстемова Жарқынай Бекзатовна, үздік сынып жетекші 2021 байқауының 2-ші орын жүлдегері. Кенесова Айгерім Сембековна, жас маман педагогикалық дебют байқауының 1-ші орын жүлдегері. Абеева Дана Жанғабыловна, үздік педидея фестивалінің 2-ші орын. Шалабаева Нұрлан Жарымхановна, үздік педагогикалық идея 2-ші орын. Черникова Светлана Викторовна, үздік педагогикалық идея 2-ші орын. Мұхамбетова Арайлым Нұрсаметовна, үздік педагогикалық идея 3-ші орын. Нұрмұхамбетова Әлия Мұратхановна, заманауи сабақ педагогтың кәсіби өсуінің көрсеткіштері, үздік сабақтар фестивалінің 2-ші орын. Қарабекова Айнаш Советхановна, заманауи сабақ педагогтың кәсіби өсуінің көрсеткіші 2-ші орын. Белдібекова Арайлым Бауыржановна, заманауи сабақ педагогтың кәсіби өсуінің көрсеткіші 2-ші орын. Малгаждарова Мөлдір Азатовна, заманауи сабақ педагогтың кәсіби өсуінің көрсеткіші 3-ші орын. Мұғалімдерге арналған қашықтық олимпиада бойынша мектепішілік 35 мұғалім жүлдегер атанып, республика көлемінде үздік ұжым атағына ие болып, кубогының иесі атандық. Мектеп директорлары арасында өткен
білім беру ұйымының табысты көшбасшысы байқауында, аудан директорларының арасының байқауында бірінші орын жеңімпазы Кунанбаева Салтанат Какимовна. Мектеп директорлар арасындағы өткен жас менеджер байқауының аудандық кезеңінен бірінші орын, мектеп директорлар арасындағы өткен жас менеджер облыстық байқауында бірінші орын иегері Кунанбаева Салтанат Какимовна. Кәсіби шыңдалған ұстаздан табысты оқушы қалыптасады. Оқушыларымыз аудан, облыс, республика деңгейінде әртүрлі интеллектуалдық турнир, пән олимпиадасы, спорттық сайыстар, оқуларға белсене қатысып, марапатқа ие болып, жүлделі орындарға жеткізді. 11 сынып оқушысы Қадырханова Мадина балалар шексіз әлемде атты республикалық байқаудың жеңімпазы атанып, Жетісу телеарнасынан интервью берді. 11 сынып оқушысы Абайұлы Шоқан облыстық медиа жобалар номинациясының иегері атанса, 10 сыныптар арасында өткен халықаралық Әл-Фараби атындағы пән олимпиадасынан жаратылыстану математикалық бағытынан 8 оқушымыз жүлделі орынға ие болды. 5-11 сыныптар арасында өткізілетін республикалық пән олимпиадасында мектепшілік кезеңіне 242 оқушы қатысты. Аудандық кезеңге 54 оқушы қатысып, 35-і жүлделі орынды иеленді. Облыстық кезеңге 3 оқушы да жүлделі орынды иеленді. Биылғы жылы ғылыми жобалар жылы деп атауға болады. 14 оқушымыз ғылыми жобаларын қорғап, облыстық зерде жобасынан 1 оқушымыз жүлделі орын алды. Республика деңгейінде өткізілген ғылыми жоба сайысында 3 оқушымыз жүлделі орынға қол жеткізді. Әбіш Кекілбаев, Қадыр Мырзалиев оқуларынан аудандық кезеңде 10 жүлделі орынға қол жеткізсек, облыстық кезеңде мектебіміздің шәкірттері сахналық қойылым номинациясынан 3-ші жүлделі орынды иеленді. Жылдағыдай өткізетін қашықтықтан республикалық Ақбота интеллектуалды марафонынан 33 орын, Пони халықаралық марафонынан 82 орын, Русский медвежонок языкознания для всех 22 орын, Тарихата байқауынан 4 орынға қол жеткізді. Биылғы жылы тәрбие жұмысы құндылықтарға негізделген білім беру бағдарламасы аясында іске асырылды. Оқушылар бойында жалпы адамзаттық құндылықтар, адам, отбасы, еңбек, білім, мәдениет, отан, жер, бейбітшілік және ұлттық құндылықтар, тіл, тарих, өнер, фольклор, халықтық салт дәстүрлер қалыптастырылды. Тәрбие жұмысын жаһандану барысында оқу жылы да тағы бір ерекшелік. Біріккен ұлттар ұйымы, балалар қоры, ЮНИСЕФ ұйымымен серіктес атандық. Іс-шара барысында ЮНИСЕФ еріктілері мектептің сынып оқушыларыменен кибербуллингтің алдын алу, бопсалаудың алдын алу, ал бастауыш сыныптарменен пластик фри тақырыбында сынып сағаттарын өткізіп, мектебіміздің оқушыларын белсенділікке тартып, тәртіпсіздіктің алдын алуға белсенді атсалысты. ЮНИСЕФ еріктілерінің қолдауымен республика бойынша құрылған 20 клубтың біреуі біздің мектеп базасында құрылды. Бұл клубтың атауы бала құқығын қорғау клубы. Тәрбие жұмысының тағы да бір жаңашылдығы басталып отырған 3 жаңа жоба. Оқуға құштар мектеп, өзін-өзі басқару ұйымының жұмысы және дебат қозғалысы.
өнерлі, өрге озар. Мектебіміздің талантты әнші, биші балалары аудандық, облыстық, республикалық мәдени іс-шаралардың белсенділері. Республикалық Самға самұрық байқауында эстрадалық ән номинациясында Оспан Іңкәр бірінші орын. Халықаралық осенние мелодии байқауында Оспан Іңкәр екінші орын. Бірлігіміз жарасқан республикалық ән байқауында Скакова Алина бірінші орын. Аудандық Қадыр Мырзали оқуларында Скакова Алина бірінші орын, облыстық алғыс хатымен марапатталды. Талантты қызымыз Мұратова Асем ғасырлар таланттары ән байқауында республикалық дәрежеде екінші орын иегері. Облыстық жарқын болашақ әнші бұлбұлдар номинациясы бойынша өткізілген байқауда Супрунова Александра екінші жүлделі орын. Өнерлі патриот әнші Серікханов Ақжол біз мәңгілік елдің іргетасын қалау ұлы дала ұрпағымыз атты патриоттық байқауында бірінші жүлделі орынға ие болды. Қымбатты оқушылар, жаңа өмірге қадам басқалы отырған түлектер, мен сіздерді мерекелеріңізбен құттықтай отырып, бәсекеге қабілетті білім, шығармашылық ой-өріс серіктестеріңіз болсын дегім келеді. Алған білімдеріңізді, барлық күш-жігеріңізді тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуына жұмсаймын деп сенім артамын. Мектептің алғашқы қадамын сәтті аяқтап, бірінші сыныптан екінші сыныпқа қадам басқан бүлдіршіндерге және барлық мектеп оқушыларына жазғы демалыстарын жақсы өткізіп, күш жинап, жайдарлы көңіл күймен жаңа оқу жылында қайта қауышуына тілектеспін.